Бүгін сен нөлмен аяқталатын сандарды бөлу және көбейтуді үйренесің. Өрнекке қарайық. 30-дың 3 ондық екенін ескере отырып, мәнін есептеп табамыз. 3 ондықты 2-ге көбейтсе, 6 ондық шығады. Ал 6 ондық дегеніміз 60. Бөліндіге қарайық. 60 санында 6 ондық бар екенін білеміз. 6 ондықты 2-ге бөлсек, 3 ондық немесе 30 шығады. Тағы бір бөлуге байланысты өрнекті қарастырайық. 60-ты 20-ға бөлу үшін 6 ондықты бөлеміз 2 ондыққа, тең болады 2. Енді жүздікпен байланысты өрнекті қарастырайық. 300 санында 3 жүздік бар. 3 жүздікті 2-ге көбейтеміз. Тең болады 6 жүздік немесе 600. Бөлу амалы көбейту амалына кері амал. Ендеше жүздіктерді бөлуді қарастырып көрейік. 600-де 6 жүздік бар. 6 жүздікті 2-ге бөлсек, 3 жүздік немесе 300 шығады. 600-ді 300-ге бөлу үшін 6 жүздікті 300-дікке бөлеміз. Тең болады 2. Бөлуге байланысты тағы бір өрнекті қарастырайық. 600-ді бөлеміз 20-ға, 30-дың 3 ондық, 600-дің 60 ондық екені есімізде. 60 ондықты 3 ондыққа бөлсек, 2 ондық немесе 20 шығады.